Қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің жалпы қарастыратын тақырыбымыз қолтықтағы жағымсыз иістен мәңгілікке арылатын боламыз. Жалпы денеден шығатын жағымсыз иіс адамды жайсыз жағдайға қалдыратыны рас. Оны кетіруден бұрын оның шығу себебін анықтап алуымыз керек. Жалпы жағымсыз иіс терлеудің нәтижесінде пайда болады. Себебі терлеу барысында бактерия көп бөлінеді де, нәтижесінде қолтықтан жағымсыз иіс шыға бастайды. Жалпы оны кетіру үшін негізі қалай пайда болады, осы сұрақтарға жауап береміз. Гигиена, яғни қолтықты терлеген кезде ылғалды сулықпен, артына құрғақ сулықпен сүрту керек. Күніне кем дегенде 1 рет душ қабылдау. 2-3 сағат сайын қолтығыңызды сабынмен жуу. Бактериямен күресу. Бактерия ылғалды жерде қатты көбейеді. Сондықтан терлеген кезде құрғақ сүлгімен сүртуді ұмытпаңыз. Алдымен қолтығыңызды түктен тазартыңыз, киіміңізді жиі ауыстырыңыз. Мейлінше киімді басқа киімдерге араластырмай бөлек сабынмен жуған дұрыс. Су режимін сақтау. Сіз бір тәулік түгілі 1 сағат сусыз жүре алмайсыз. Сондықтан күніне кем дегенде 6 стакан су ішуді әдетке айналдыру. Бұл қолтықтан шығатын жағымсыз иісті жоятын қасиетке ие, себебі су ағзадағы улы токсин мен шлакты сыртқа шығарып, бактерияның пайда болуына жол бермейді. Жалпы халық медицинасы қолтықтағы жағымсыз иісті кетіреді. Енді сіздерге бірнеше әдістермен бөлісемін. Ең бірінші әдіс бұл алма сірке суы. 1 ас қасық алма сірке суды 1 стакан суға араластырып ыдысқа құю. Басына сепкіші бар қалпақ кигізіп қолтыққа себу, немесе мақтаны алма сірке суын малып алып қолтығыңызды сүртесіз. Екінші әдіс ас содасы. 1 шай қасық соданы 1 шай қасық лимон шырынымен араластырып қолтыққа жағады. Шамамен 2 минуттан соң қолтықтағы қоспаны жылы сумен жуып тастауға болады. Соданың жағымсыз иісті кетіретін қасиеті бар екені ежелден белгілі. Лаванда майы. Шағын ыдысқа 10 тамшы лаванда майын құяды. Оған 2 шай қасық ас содасы мен 3 шай қасық жүгері крахмалын араластырып бетін жауып қою. Ыдысты күн тимейтін салқын жерге қою керек. Шамамен 5-7 күннен соң дайын болатын қоспаны қолтыққа жағу. Емді күнде жүргізу керек. Антибактериалды қасиеті бар лаванда қолтықтағы жағымсыз иісті жойып терлеуін тоқтатады. Сонымен қатар дәріханаларда сатылатын драй дезодоранты. Бұны дәріханалардан, яғни кез келген дәріханалардан сатып аласыздар. Бұның кішкентай көлемі шамамен қазір 7-8 мыңның арасында, бірақ та соны қолдану арқылы қолтықтағы жағымсыз иістен арылуға болады. Сонымен қатар аяқтан шығатын жағымсыз иіс деген сияқты денеңіздегі жағымсыз иістен осы дезодорантпен арылсаңыз болады. Ал оның қолдану жолдарын жаңағы қаптамадан оқып шықсаңыздар болады. Негізі осының эффектісі жақсы, яғни ең тиімді жалпы дезодорант. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.